Есік іштен ілінді. Сол сәтте Айсәуленің жүрегі атқақтап, тынысы тарылып кетті. Бөлме іші тым жарық. Шам сөнбеген. Перде жабық. Ауа ауыр. Ал төсектің үстіндегі аппақ көрпе оған үкім сияқты көрінді. Нұрлан есікке сүйеніп біраз тұрды. Демалғың келетін шығар, деді ол жай ғана. Айсәуле жауап бермеді. Оның ойында бір ғана сұрақ айналып тұр. Қазір не болады? Той бойы күліп жүрген адамдар, бақыт тілеген туыстар, қыз бақытты болсын деген сөздер бәрі бір сәтте жалған сияқты көрінді. Өйткені ол бақытты емес еді. Ол бұл адамды сүймейді. Ал қазір сол сүймеген адамы оның күйеуі. Нұрлан ақырын алға жүрді. Әр қадамы естіліп тұрғандай. Айсәуле тіпті кірпік қақпай отыр. Қолдары мұздап кеткен. Ол келіп оның қарсысына тоқтады. Айсәуле, деді ол алғаш рет атын атап. Қыз селк ете түсті. Қорқып отырсың ба? Айсәуле үндемеді. Бірақ көзінен жас сырғып кетті. Сол кезде күтпеген нәрсе болды. Нұрлан күрсінді де костюмінің түймесін ағытып орындыққа қойды. Сосын төсектің шетіне отырды. Бірақ оған жақындамады. Мен саған бір нәрсе айтайын ба? Деді ол баяу. Айсәуле ақырын басын изеді. Мен де бұл некені өзім қалап жасаған жоқпын. Бөлмеде тыныштық орнады. Айсәуле басын көтеріп алғаш рет оның көзіне тура қарады. Сонда неге келістің? Нұрлан сәл жымиып, бірақ ол жымиыс мұңға толы еді. Әкемнің жүрегі ауырады. Сені үйлендіріп үлгерсем болды, деді. Бас тартуға батылым жетпеді. Айсәуле терең дем алды. Мен де, деді ол сыбырлап. Анам үшін келістім. Екеуі бір-біріне қарап қалды. Бейтаныс адамдар. Бірақ тағдырлары ұқсас. Сол сәтте Нұрлан орнынан тұрды да терезеге қарай жүрді. Қызық, иә, деді күліп. Екі бөтен адамды ерлі зайыпты деп бір бөлмеге кіргізіп қояды. Айсәуле еріксіз жымиып жіберді. Көз жасы әлі кеппеген. Бірақ дәл сол кезде Нұрлан кенет бұрылып оған жақындады. Айсәуленің жүрегі тағы да зу етті. Ол қашып кеткісі келді. Бірақ қозғала алмады. Нұрлан оның жанына келіп тоқтады. Бір қадам ғана қалды. Айсәуле, деді ол бәсең дауыспен. Қыз көзін жұмып алды. Бітті деп ойлады ол. Бірақ ештеңе болмады. Бірнеше секунд өтті. Сосын Нұрланның дауысы естілді. Сен дайын емессің. Айсәуле көзін ашты. Нұрлан кері шегінді. Мен сені мәжбүрлемеймін, деді ол анық. Бұл сөздер қыздың ішіндегі қорқынысты бір сәтте сейілткендей болды. Бірақ, деді ол кенет тоқтап. Бір нәрсені түсінейік. Айсәуле тынысын ішіне тартып тыңдап тұр. Біз қазірден бастап жауда, құрбан да болмаймыз. Келістік пе? Қыз аң-таң. Онда кім боламыз? Нұрлан сәл ойланып иығын көтерді. Әзірге серіктес. Осы сөз бөлмедегі ауыр атмосфераны өзгертіп жіберді. Айсәуле алғаш рет еркін тыныс алды. Жақсы, деді ол жай ғана. Бірақ дәл сол кезде күтпеген жағдай болды. Сырттан біреу есікті қақты. Екеуі де селк етті. Нұрлан, деген әйел дауысы шықты. Бәрі дұрыс па? Бұл Нұрланның анасы еді. Айсәуленің жүрегі тағы да қысылып кетті. Нұрлан көзін жұмып терең дем алды. Иә, мама, бәрі жақсы, деді даусын көтеріп. Аяқ дыбыстары алыстап кетті. Бірақ сол қысқа сәт бәрін өзгертті. Айсәуле баяу сөйледі. Егер олар білсе ше? Нені? Біз шын мәнінде ерлі зайыпты емес екенімізді Нұрлан жымиып жіберді. Онда біз жақсы актер боламыз. Айсәуле де күліп жіберді. Алғаш рет шынайы. Түн жалғасып жатты. Олар ұзақ сөйлесті. Балалық шақ. Армандар. Өкініштер. Айсәуле өзінің бір кезде қатты жақсы көрген жігіті туралы айтты. Бірақ ол жігіт оны таңдамаған. Нұрлан да өз тарихын айтты.
Бірақ оның махаббаты тірі тек басқа біреумен. Екеуі де бір-бірінің жарасын түсінді. Сол түнде олар жақындаспады. Бірақ бөтен де болмады. Таңға жақын Айсәуле ұйықтап кетті. Ал Нұрлан терезе алдында тұрды. Күннің алғашқы сәулесі бөлмеге түсе бастады. Ол қызға қарап біраз тұрды. Сосын жай ғана сыбырлады. Мүмкін бәрі жаман емес шығар, таң атты. Есік сыртында жаңа күн күтіп тұр. Ал бұл бөлмеде махаббат басталған жоқ. Бірақ бір ерекше нәрсе пайда болды. Сенімнің кішкентай ұшқыны. Және бұл ұшқын бір күні үлкен сезімге айналуы мүмкін еді.